Шафии рахимахуллах айтады, яғни сол салаф ғалымдардың бірі, хафизтул Қур'ана ва ана 7 синин ва хафизтул Муатта ва ана 12 синин. Имам Шафии рахимахуллах айтады, мен дейді Құранды 7 жасында жаттадым. Имам Шафии рахимахуллах. Құранды 7 жасында жаттадым, ал Муаттаны Имам Маликтің кітабын 10 жасында жаттадым дейді. Кейін айтады, кейін мен Құранды толық жаттағаннан кейін мешітке кірдім да, ғалымдардың сабақтарына қатыстым дейді. Сонда дейді, қандай хадис естім, немесе қандай мәселе естім, жаттап алам дейді. Және сол жағдайын айтып отыр, қараңыз. Сол уақытта менің дейді анамда ешқандай не жоқ дейді, беретін маған қалам сатып алатын, немесе білімге жазатын, беретін ақшасы да жоқ дейді, анамның дейді. Кейін айтады, мен дейді, егер бір сүйек тауып алсам дейді, жазуға келетін сүйек, соны алып, соған жазам дейді, сүйекке жазам дейді. Кейін дейді, сол толса, сол сүйекті жазуға толып қалса, жазумен оны мен дейді, бұрын біз өзіміздің үйде болатын сандыққа тастайын дейді, соны сөйтіп жазатын ем дейді. Кейін имам Шафии рахимахуллах айтады, Ибн Аби Хатим деген имам Бухари рахимахуллахтан алдын бұл хадисті риуаят еткен ғалымдардың бірі, Абу Хатим. Бұл кісі айтады, Ибн Аби Хатим айтып отыр, имам Шафииға сұрақ қойылғанда айтады, сен білімді қалай талап қыласың дейді. Яғни имам Шафии айтқанда, сұрақ қойғанда, білімді қалай талап қыласың дегенде, ол кісі айтады, қараңыз, имам Шафии рахимахуллах айтады, әйел кісі дейді, жалғыз баласын жоғалтқанда қандай талап қылады, соны іздейді, солай ізденем дейді. Яғни әйел кісі өзінің жалғыз баласын жоғалтып қойса, қалай іздейді, солай іздейм дейді білімді. Кейін айтады, кейін Суфиян ас-Саури рахимахуллах, бұл табиин кісілердің бірі, бұл кісіден де білім алуда қиссасы, бұл кісі айтады, мен дейді Аллах Тағалаға дұға қылдым дейді. Дұға қылдым, қалай айттым дейді, яғни я Раббым, мынау маиша дейді, мен дейді өмір сүруім керек, яғни дүние жұмыс істеуім керек. Бірақ білім кетіп баратыр деп айттым дейді Аллах Тағалаға. Сөйтіп Аллах Тағаладан сұрадым, кейін дейді маған анам дейді кепілдікке алды дейді. Қалай? Мен сені асырайым, сен білім ал деп айтты дейді. Суфиян ас-Сауридің анасы айтып жатыр, сен білім ал, мен сені асырайым деп айтты дейді. Кейін дейді, сол анам маған дейді, сол жазатын ненің бәрін маған жаңағы өзі атқарып тұр дейді, сол жұмыс істеп. Кейін сол Суфиян ас-Саури рахимахуллах айтады, ол кісі айтады, «Янбағи ли-раджил ан юкраху валадуху аля талаб ал-хадис фа иннаху мас'улун анху». Суфиян ас-Саури рахимахуллах бұл кісі мухаддис, ғалым кісі болғанда, ол кісі айтады, адамға дейді баласын хадис талап етуге мәжбүрлеу керек дейді. Қараңыз, адам баласын хадисті талап етуге мәжбүрлеу керек, өйткені ол ертеңгі одан сұралады дейді, сол баласы туралы сұралады дейді. Кейін Абу Хатим деген кісі, бұл жаңағы имам Бухари рахимахуллахтың алдында өмір сүрген, ол кісі айтады, маған Абу Зура деген досым айтты дейді, Абу Зура Рази деген. Сенен Абу Хатимге айтып жатыр да, сенен артық білім талап қылушы адам көрген жоқпын дейді да, яғни сондай білімге ынта, сондай артық талап қылушы адам көрмедім дейді. Сөйтсе Абу Хатим айтады, менен де артық балам талап қылады дейді, Ибн Аби Хатим дейді. Яғни менен де артық талап қылады дейді. Кейін сол баласының шәкірті сұрайды да, жаңағы Абу Хатимнің баласынан сұрадым дейді да, қалай білім талап қылдым дегенде, ол кісі айтады, мен дейді, егер әкем тамақ ішіп отырса, оған хадис оқитынмын дейді. Егер дәретханаға кірсе, оған хадис оқитынмын дейді, хадис оқитын. Егер ол дейді, көшеде жүрсе, мен оған хадис оқитынмын, тамақ ішсе де хадис оқитын, туалетте отырса да хадис оқитынмын дейді. Сол әкесі айтады, менің балам менен де білім талап қылуға артық дейді, артық талап етеді дейді.